Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін Қазақстанда қайтарылмайтын грант беріліп жатыр. 1.500.000 бірдеме мың. Соған тіркеліңіздер деп айтатын ретім бар. Сертификат алыңыздар. Ол барлығы айтып жатыр да, білесіздер. Бірақ былтыр алған бауырымызбен таныстырайық. Осы аппаратты көп балалы алсын ғой. Көп балалы болып, программа қатыстың, сертификатын алдың, жеңіп алдың, жұмыс жасап жатсың ғой. Құдайға шүкір. Лем жуып жатсың осы Байқоңырдың ішінде. Сол қазақ елі өзіңде айтып жіберсең, қандай қиындықтар болды, не болды? Тексеруден бөлек. Бастапқысында қорқыныш болады ғой, қалай болады, ол аржағынан қалай шығып кетемін, шыға ма, істеуге бола ма деген қорқыныштар болды. Енді өтті енді бірақ. Өтті, құтылдың бәрінен. Шүкір, бірақ қалай? Менің ойымша 1,5 миллионды туған ағым келмейді. Үкімет беріп тұрған нәрсе қолдану керек қой. Көп балалы болсаңдар, инвалидтер болсаңдар, тағы бір сол критерия кіретін болсаңыздар, қолданыңыздар. Биыл соңғы жыл деп жатыр, беретін. Бәленбай миллиардтың ішіне ілдіңіздер, алыңыздар, тауық тепе, көптеген тірлік бар ғой, сабын істеңіздер, бақша отырдыңыздар, кілем жуыңыздар, көрпеше жуыңыздар, тірліктің любойын істеуге болады. Үкіметтің беріп тұрған нәрсесін алып қалайық, орындайық, тапсырайық, сіздер сол критерия кіріп тұрсаңыздар, хабарласып, міне өзіміздің бауырымыз 6 баланың әкесі тірлік жасап, ақша тауып, күнін көріп, еще машина аламын деп жатыр, ылғаямын деп жатыр, көрпеше жуамын деп жатыр. Айтпақшы рет жарнама, Байқоңырда кілем жуамын десеңіздер, чисто Байқоңырға хабарлассаңыздар, інім өзімнің, короче айтқанда алдағы уақытта химияны өзіміз істеп, кілемді жуып көргіміз келіп жатыр, беремін. Сол қазақ елін қатысайық конкурсқа, өсейік, өнейік, байық.